Қазіргі уақытта елімізде жастарымыз үшін көптеген имканиятлар жаратылған. Міне осындай имканиятлардан өнімлі пайдаланып отырған жастарымыздың саны да жылдан жылға артып бармақта. Осындай жастарымыздың ішінде өзінің инновациялық идеялары hamda исленбелері менен бірқатар жетістіктерге еріскен жастарымыздың бірі Қазбек Ерғалиев та бар. Біз бүгін рубрикамыз арқылы осы бағдарда Қазбек Ерғалиев менен сөйлесеміз. Қазбек, сіз қазіргі уақытта жастармен тікелей істесесіз, яғни қазіргі инновациялық технологиялар, сондай-ақ технологиялар әсерінде жастарымыз үшін осы бағдарда қандай имканиятлар жаратылған? Қазіргі күнде міне жастар ауқымы тарапынан инновацион технологиялар тарауына жастарды қызықтыру үшін бірқатар әмели жұмыстар әмелге асырылмақта. Жастар ауқымы баслаңғыш өлкем тарапынан сол программаластыруға жастарды қызықтыру мақсатында 4 қосымша бағдар жетекшілерін қосқанмын, яғни низамда белгіленген 13 бағдар жетекшілері болатұғын болса, мен 17 бағдар жетекшісі. Яғни бұл 4 бағдар жетекші тек қана программаластыру бағдары менен балалар менен шұғылданып барады. Бұл бізге нені алып келеді? Яғни осы өзіміздің тарауымыздан келіп шыққан халда барлық студенттер менен бұл 4 жетекші программаластыру тілдері бойынша қосымша бірге істеседі. Hamda әр жылы болып өтетін инновациялық идеялар көргізбесіне жастарымыз қатынасады, һәм өздерінің бірінші мәрте істеп шыққан программа өнімдерін сол жерде халыққа бұл бірге істесу тикарын көрсетеді. Һәм сол жерде жақсы нәтижені көрсеткен студенттеріміз кейінгі этапқа өтеді, яғни бұл кейінгі этап жастар ауқымы тарапынан шөлкемлестірілетін һәм инновациялық вәзірлік министрлік тарапынан шөлкемлестірілетін стартап проектлер таңдауы болады. Һәм сол ең жақсы ісленбелерді стартап проектлеріне hüccetlерін тапсырады. Соның менен бірге жаңа инновациялық технологияларды ісленбелерді қолдап қуатлаушы проект болып есептелінеді. Яғни республикамыз бойлап қазіргі күнде талаплар, машқалаларды үйренген халда балаларымыз проектлер істеп шығады, студент жастарымыз. Сол студент жастарымыз істеп шыққан проектлерді мемлекетіміз тарапынан қаржыландырып барылады. Бұл қазіргі күнде жастарды қолдап қуатлау бойынша ең жақсы механизм деп ойлаймыз. Яғни келешекте бұл жастарымыз өзінің бизнесінен жолға қойып алса болады. Яғни программаластыру бойынша таза өздерінің фирмаларын ашып, жаңа жастарды жұмыс орындарымен тәмінлеу, және де білімді жастарды атрапларына жинап, қазіргі күндегі республикамыз бойлап барлық инновациялық технологиялар, ісленбелер бойынша машқалаларды шешуге жәрдем беретін жаңа бір фирмалар қызмет көрсете бастайды. Қазіргі күнде статистиканы алатығын болсақ, стартап проектіне ұлыма профессор оқытушыларымыз һәм студент жастарымыз тарапынан 6 проект қатынасты, һәм соннан ең жақсы деп табылған 2 проектіміз Өзбекстан республикалық басқышында қатынасып қайтты. Бүгін күнге келіп, профессор оқытушыларымыз һәм студент жастарымыз тарапынан бұл проект жұмыстарына және жедел пәтпенен үстінде істеп жатырды, һәм биылғы болып өтетін стартап проектлеріне қатынасу үшін даярлық көрмекте. Осы бағдарда сіз қазіргі уақытта инновациялық идеялар үстінде істеп отырған екенсіз. Қандай инновациялық идеялар, сондай-ақ ісленбелер үстінде жұмыс алып барып жатырсыз? Қазіргі күнде өзім сол колледж дәуірінде оқып жүрген уақытымнан бастап ақпарат технология тарауына қызықтым. Сол тиганда Ташкент информациялық технология университетінің филиалына оқуға тапсырып, бакалавр һәм магистр бағдарларын табысты тамамлап, ассистент оқытушы лауазымында істеп келмектемін. Магистратура уақытында оқып жүрген уақытында компьютер тармақларына жүдә қызығатын едім. Бұл бойынша көптеген көргізбелерге қатынасып, өзім проектін көрсетіп өттім. Қазіргі күнде және бір актуал деп алған проектім бар, яғни бұл проект аралықтан оқыту проекті болып есептелінеді. Бұл аралықтан оқыту проектінде біз барлық сабақтан тыс болған материалдар, қосымша мағлұматларды жайластырған халда һәм оны оқытамыз, һәм оны үстінде қадағалап бару үшін аралықтан оқыту системасы бойынша проект істеп бастадым. Қазіргі күнде бұл проектіме барлық материалдар жайғастыру үстінде істеп жатырмын. Лекция текстлері, презентациялар, соның менен бірге тестлерді жайластырғанмын. Барлық өзі үстінде үйреніп, кейіннен өзін тексеріп көру имканиятына ие болады. Бұл проектімді интернет тармағына қазіргі күнде жайластырдым. Бірақ тест режимінде, себебі елі толық проектімді елі де рауажландыру мақсатында мен жақын күндерде бұл проекттің жұмақланады. Һәм жұмақланғаннан кейін барлық студент жастар
жеке компьютерлери ямаса мобиль телефонлары менен биргеликте мобиль телефон аркылуу интернет тармагына кирип ондан пайдалануу имканиятына ээ болот. Сонун менен бирге республикамыз бойлап мына таза низам карарлар тикаатында барлык жогорку окуу оруналарына аралыктан окутуу имканиятлары берип атыр. Бул бизге үлкен бир кубаныч. Ягни бүгүнкү күндө проектимдин бир жакшы талап дарежесинде экендиги бир жана бир исин камыл кылып атырман. Енді бұны сондан рухланған халда тезірек проектімді жұмақлап әмелиятқа енгізуге әрекет етемін. Сол орында жетістіктеріңіз хақында да айтып берсеңіз. Сол жастықтан алынған білім тасқа ойылған нағыз деген елімізде гәп бар, нақыл бар. Яғни мен сол жастығымнан сол ақпарат технологиялар тарауына қызығумен бір қатарда сол жастар ауқымының белсенді ағзасы болып қатынасып келдім. Көптеген таңдауларға қатынастым, көптеген жеңімпаздар болдым. Бір жақында ғана бір үлкен өзіме жаңалық болды. Яғни осы белсенді қатынасып, таңдауларға, сырт елде болып өткен конференцияларда қатынасуым, мақалаларым шығуы, солардың бәрін inobatқа алған алда Өзбекстан жастар ауқымы тарапынан берілетін жастар үйінің иесі болып, бақытына местар болдым. Тез арада сол жастар үйі тапсырылу алдында соған бір ата-анамыздан бір мақтанады. Жастардың бүгінгі күнде білім алса, үйренсе, өз үстінде ісленсе, бұл жақсы нәтижеге алып келетіндігін, келешекте бұның айқын бір нәтижесі болатынын белгілі болады. Соның менен бір қатарда бұл тоқтап қалып отырған жоқпыз. Бүгінгі күнде жастар ауқымында істеп атырып, ізіме шәкіртлерімді ертіп, көптеген таңдауларға қатынастырып атырман. Әр жылы инновацион технологиялар көргізбесіне жастарымызды бірге алып шығамыз. Соның менен бір қатарда филиалымызда әр екінші һәм бесінші күндері компьютер инженеринг факультеті деканы, техника әлімдері докторы Қуанышбай аға Сейтназаровпен біргелікте белсенді студент жастарымыздың инновациялық көргізбесінің семинары болып өтеді. Бұл семинарда бірінші істеген продуктысын, яғни ісленбесін бірінші өздерінің теңлеслеріне студентлер көрсетеді. Қате кемшілігін профессор оқытушылар һәм өзімен теңлестері дүзулеп, кейінгі көргізбеге таярлық көре бастайды. Осындай жастарды қазір күнде профессор оқытушыларымыз, жамаатымызбен бірге таярлап жатырмыз. Жетіскерлігіміз жүзде көп. Атап айтсақ, және бір үлкен жетіскерлігіміз, Қарашелігіміздің 27 жылдық байрамы қарсаңында әрбір Қарақалпақстан Республикасы, Валаят һәм Ташкент қаласына берілетін келешек бұнияткары медалына шәкіртім Давид Қонарбаев келешек бұнияткары медал иесі болды. Бұл да бір тек қана мен үшін емес, осы филиал үшін, осы республикамыз үшін үлкен мақтаныш деп есептеймін. Рахмет Қазбек, мазмұнлы сәубетіңіз үшін. Технологиялар рауажданған сайын ізденулер де артады. Бұл болса өз кезегінде жаңадан жаңа ісленмелердің, инновациялық идеялардың қалыптасуына түрткі болады.